Қаржан, мен бұдан артық шықпай. Yes. Білесіз, біз сізді өте білікті, моральдық тұрғыдан өте төзімді маман ретінде осы сыныпқа жібермейміз. Басында өзіңізбен келіскендей қатал мұғалім болып менің қолымнан келмейді. Білесіздер, әр балаға әртүрлі қарауға нәрсе керек. Қаталдық ештеңені өзгертпейді ғой. Керісінше, сізге керек. Балалар қатты өзгерген. Мүмкін сізге байқалмайды шығар. Ал сіз көзге қатты білмеді. Мүмкін өзгерген шығар. Бірақ мен өзімді біртүрлі сезіммен солардың алдында. Олар болса нені көрсе болады, оқушылар барлығы қашады. Білесіздер, ұстаз бен оқушының арасындағы махаббаты да басқаша болсын қалауға деп қорқақ. Жарайды. Сағыз. Бір нәрсе шешесіз. Сағыз. Егер 4,4 грамм кислородқа 6,172 литр оксидті қоссақ, онда бізде 7,2 грамм су шығады. Солай ма? Негізінде жақсылап түсініп алсаң, барлығы оңай. Онша ертең балдарға көрсетуге бермес, бәрі менен көрсетсін. Жарайды, бірақ егер олар түсінбей жатса, сен түсіндіріп жібер, жарай ма? Жақсы. Кім қай сабақтан дайын емес? Мен геометрияны дым түсінбедім. Так, жігіттер, қыздар, ғұмырға геометриядан көмектесетін бар ма? Мен көмектесейін. Ал маған физикадан оқымағандар маған келіңдер. О, физика. Маған да көшіп алу керек.
Тек көшіріп қана қоймай, түсінуді де ұмытпаңдар. Су алып кел. Менде қазақ тілі бар. Недай? Дәулет, Әлшер, Масылхан, Аяз. Мен заттар жеткізгендер бар. Неге үндемей отырсыңдар? Қазір мен қазақстандардан қойын, содан кейін физикалық көшіріп. Менде де солай. Кімде алгебра бар? Маған ден. Менің алтындай сыныптастарым. Соңғы кезде де мақтауды өте көп естіп жүрдім. Сендер сол мақтауға лайықсыңдар. Так держать. Енді алдағы емтиханда абыроймен тапсырсақ екен. Ал бүгінгі үй тапсырмасын түсіндіңдер ғой? Жазып алдыңдар ма? Жарайсыңдар. Ертеңгіге дұрыстап бүгінгідей дайындалып келіңдер, келістік пе? Ал жақсы, сау болыңдар. Жақсырия, алдында Алмаспен бірге түсірген видео бар ғой? Сол көп просмотр жинап дәлетке шығып кетіпті. Мәссаған керемет. Енді күнде менімен бірге видео түсіретін боласыңдар. Ал сен бізге күнде киткат әкеліп тұрасың. Ал оның бәрін Дәулет жеп қояды. Сәлем Сұңғат. Сәлем Ақылбе. Бүгін ерте келіпсің ғой? Ой, Ақылбе, айтпашы. Түні ғой ұйықтай алмай шықтым. Не ғой, сосын емтихан кезінде қалақ-қалақ қойшы. Сұңғат, уайымдама. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар білімің мен ақылың екі жақтап деп Абай атамыз бекер айтпаған ғой. Ақылбе, Абай атаммен келсем, бірақ маған сонда да емтихан кезінде қалақ-қалақ қойшы. Жақсы. Сыныпта Спартала бізді көңіл ғажап қалам ешқашанда таусылмас. Сыныпта Спартала бізді көңіл ғажап қалам ешқашанда таусылмас. Пам 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 о пам пам парам парам о пам 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 о пам 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 парам о. Барлық билеттерге дайынсыңдар ғой, иә? Өйткені бүгін өте жауапты күн. Сыныптың рейтингіне қатты әсер етеді. Дайындалдық қой, бірақ сонда да қорқыныш бар. Сұңғат кешікпей келді ғой, оның өзін жақсылыққа жорып отырмын. Түні ғой емтиханды ойлап ұйықтай алмадым. Емтиханда ұйықтақ болмайды. Отырыңыздар.
Алдыңызға қарап отырыңыз. Кешпей келдім, жазатын жаздым. Бірақ бағам не болады екен, а? Бағаң да жақсы болады, уайымдама. Шынымен дайындалу кезінде оңайырақ екен, иә? Ясам, ол саған оңайырақ болған шығар, бізге бір 4 оңылып беретін шығар. Соған, осының барын ұйымдастырып, біздің дайындалуымызға себепкер болған үшін саған рахмет. Сынып, рахметімді айтамыз. Мен жай ғана сыныптың ұйымшыл болғанын қаладым. Маған айтпақшы, мен жеке YouTube каналында сериал шықты. Көріп бағасын беріңдер. WhatsApp-қа ссылкасын жіберем. Я, мен кеше көрдім, өте жақсы шыққан, жарайсың. Уайымдатып бітірді ғой. Клара апай қашан келеді екен? Мен де сендерді қатты сағындым. Мектепке кіре сала мені жақсы жаңалықпен қуанттыңдар. Емтиханнан барлығын жақсы баға алдыңдар. Ешкім құлаған жоқ. Барыңдар, орындарыңа отыра қалыңдар. Апай, онда 3-ші сабақтан кейін барлығымыз бірге барып шай ішейік. Әрине ішеміз. Өздеріңде не жаңалық соны айтыңдаршы. Бізде бәрі Жағдайларың жақсы ма? Я, апай, біз тәуірміз, өзіңіз қалай болдыңыз? Мен де тәуірмін. Сендерді көріп жағдайым тіпті жақсарып қалды. Апай, онда мен сіздің құрметіңізге бір ән айтып берейін. Айта ғой, Нұрғыз, айта ғой. Тұлғаңды арманыма ұқсатқаным, үлгіңді көңіліме қыстатқаным, есімде әліппені жаттатқызып, ең алғаш қолға қалам ұстатқаның. Ұстазым менің ұстазым, өзіңмен өткен қыс жазым, қалдырған ізің мәңгілік, жанымда тұрар жаңғырық. Ұстазым менің ұстазым. Мен емес, шын айтам. Міне, осылайша мен өзімнің сүйікті оқушыларыммен қайта қауыштым. Ұстаз үшін бұдан асқан бақыт жоқ шығар сірә. Мен шынымен де
өз оқушыларымның болашағына үлкен үмітпен қараймын. Себебі жаман оқушы болмайды. Тек оларға дұрыс бағыт көрсете білу керек. Менің мамандығым қанша қиын болғанымен, осындай керемет сәттерде барлық қиындығы ұмытылып, шаршағаным бірден басылады. Балаларды әрқашан адамдыққа, адалдыққа, білімділікке тәрбиелеуден ешқашан жалықпаймын.